Қыздар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, біз бүгін немістердің асханасынан кребль пісіретін боламыз. Шаймен ішетін тәтті кребль деп айтады немістер. Сондай, в общем, ватрушкиға келеді. Ол үшін не керек, мінекей? Ол үшін айран керек, жұмыртқа, ұн, разрыхлитель, ванилин керек, тұз керек, қант керек, сары май керек. Сосын желание керек. В общем, ең бірінші мінекей айран жылы болсын, қыздар. Айранның үстіне алдымдағы мен жаңағы тұз салдым, ванилин, разрыхлитель және мынау бір жұмыртқаны салдымдағы, сосын жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып жібереміз дағы, үстіне ұн сеуіп отырып араластырамыз онан кейін. Қамыр үйлеуді бастап кеттік уже. Қыздар, қай нәрседен қанша грамм керек екен барлығын описанияға жазып кетемін, Сосын кейін қант, үлкен қасықпен 2 қасық, тіпті 3 қасық салыңыздар. Тәтті болсын. Әйбат, күшті болады, қыздар. Тәтті болса, шаймен ішкенге. Сосын кейін мінекей өстіп араластырамыз. Жақсылап тұрып, одан кейін сары май, 20-30 грамм сары май қосып жібересіз. Бірінші осылай етіп. Онша қатты қоюланбай тұрған кезде қосып жібересіз. Енді мінекей кішкене қамырымыз біріккеннен кейін қасықтағының бәрін өстіп тазалап аламыз дағы. Сосын оны біз столдың үстіне жаямыз. Илейміз, столдың үстіне илейміз. Столдың үстіне астына мынандай ұнды бүйтіп сеуіп жібереміз дағы. Сосын столдың үстіне. Қыздар, мына қамыр өтті жұмсақ болсын, сұйық болсын, қазақшасын айтқанда. Мені көрдіңіздер ме? Мына қолға кәдөлгі әдеттегіндей қатты ұнды көп салып жібермеңіз. Қысқасын айтқанда, қатты қамыр болып кетпесін. Өте жұмсақ болсын. Өте жұмсақ болса, бұл піскен кезде де жұмсақ әрі дәмді болады. Мені осылай илейміз. Қамырымызды иледік. Мінекей қолға жабысып жатыр. Менде перчатканың өзіне аздап жабысып жатыр. Егер перчатканы шешсем, өте қатты жабысатын болады қолға. Мінекей дайындап алдық. Енді бір ыдысты сұйық маймен майлап жібереміз дағы. Содан кейін соның ішіне салып, целлофанмен бетін жауып қойып қоямыз. Жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне тура осылай. Жылы жерге қоямыз. Енді тура сол жарты 1 сағаттан кейін аламыз. Бұл сәл-пәл орнынан қозғалғаны болмаса, бұл көтерілмейді. Өйткені бұл дрожжевой тест емес қой. Әдеттегі айранға иленген тесті. Мінекей ұнның көмегімен үстіне астына ұнды сеуіп жаятын боламыз. Өте жұмсақ тесті, қыздар. Қамыр өте жұмсақ. Мінекей, қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, Мінекей, өстіп жаямыздағы. Енді бұны жұқарақ етіп жаяйық кішкене. Аса қатты жұқа болып кетпесін. Міне осылай етіп кесіп, ромбы етіп кесеміз. Мынандай 4 бұрышты ромбик етіп кесеміз дағы. Ортасын тілеміз. Міне мына видеодағында етіп ортасын тілеміз. Содан кейін бұлай етіп мінекей айналдырып шығамыз барлығын. Айналдырып шығамыз барлығын. Кребль. Немістердің заты да қызық өзі. Керемет дәмді. Енді ыстық қайнап тұрған майға салып пісіреміз. Салып пісірген кезде, мынандай қызартамыз кішкене. Қыздар. Салып пісірген кезде үйдің ішін бар ғой, ванилин мен қуырылған қанттың иісі үйдің ішін алып кетеді. Керемет күшті. Енді керемет дәмді өзі. Шаймен ішкенде. Және ванилиннің иісі бүкіл үйдің ішін алып кетеді. Қуырылған қанттың иісі екеуі.
Мінекей осылай қылып сәл-пәл қызартамыз. Мен көп сөйлемеймін, өткен жолы қыздар маған көп сөйлейсіз деген. Сондықтан да кішкене сөзімді азайтып жатырмын. Мінекей қыздар, дайын болды. Жұп-жұмсақ, дәмді. Иә? Күшті болып шықты. Енді осындай болғаннан кейін үстіне сахарный пудраны себеміз. Мінекей. Әрі әдемілік береді өзіне, аппетитный болып көрінеді. Әрі тәтті болады. Міне қыздар, кребль дайын. Келесі кездескенше, пока!